Бәріне сәлем, тез мультикқа қош келдіңдер. Синдер мен Берни су, жер және ауа элементтері өмір сүретін қалаға жетеді. Бірақ бұл жақта от халқы аз, су халқы көп екен. Сол себепті оларды ешқандай қонақ үй қабылдамайды, ғимаратты өртеп жібереді. Аяғы ауыр әйелін ойлап Берни тастанды үйді өзінің отбасылық үйі жасауды шешеді. Содан бөпе туылып, қызға Эмбер деген ат қойылады. Әкесі оған көк от халқына күш береді дейді. Эмбер бала кезінен ата-анасына отбасылық дүкенде көмектеседі. Бұл дүкен арнайы от халқына арналған. Дүкенге су балалар келгенде Эмбер оларды қорқытады, қыз болса да. Қыз бой жетті. Ол бірақ эмоциясын ұстай алмай жарылып, клиенттерді қорқытады. Берниге қызын тыныштандырып, эмоцияңды ұстап, тыныш жүрсең дүкеннің бастығы боласың дейді. Қыздың анасы Синдер жұптардың бір-біріне үйлесімділігін тексеретін балгер боп ақша табады. Эмбер мотоциклмен тапсырыстарды жеткізіп жүр. Кейін қыз дүкенге оралғанда ұйықтап қалған әкесін көріп, папа орныңа жат дейді. Келесі күні дүкенге көп клиент келгендіктен Эмбер қорқытып алмайын деп қоймаға барып жарылады. Сол кезде су құбыры да жарылады. Қыз от күшін қолданып тесікті бітейді, бірақ қойма суға толды. Кенеттен Уэйд пайда болып, қыздың ата-анасымен түскен суретін көріп жылай бастайды. Эмбер, сен мына қайдан жүрсің дейді. Бала онда қалай тап болғанын айтып береді де дүкенге штраф жазып береді. Инспектор екен бұл бала. Содан қыз оның артынан қуа жөнеледі. Бір кезде метрода қыз жер баланың жасыл жүнін абайсызда өртеп қояды. Эмбер оны қуып жете алмай, Уэйд штрафты бастығына жіберіп үлгерді. Дүкеннің қызы үшін өте маңызды екенін біліп, бала өкінетінін айтып, бастығының көмекшісіне алып барады. Бастықтың көмекшісі қызға олардың дүкені бір аптаның ішінде жабылатынын мәлімдейді. Қыз дүкенге қайтып келсе, үйдегілер құбырларды бітеп жыртылып жатыр екен. Сосын ата-анасы қызына от елінен не үшін кеткендерін айтуды шешеді. Олар үйленгеннен кейін Берни отбасын асырау үшін дүкен ашты. Бірақ бір күні қатты дауыл болып, бәрін қиратты. Содан кейін Берни мен Синдер басқа жақта жаңа өмір бастауды шешіп, ауылдан кетті. Келесі күні қыз Уэйдке келіп, бала қызды Гейл есімді бастығы көруге кеткен ойынға алып барады. Онда біздікілер бастықпен ұрысып қалады. Бірақ бір кезде Уэйд бастық жанкүйер болып отқан команданың ойыншысын жандандырып, ол команда жеңеді. Ойын біткенде қыз Гейлға әкесінің дүкенін су басқанын айтады. Бастық, қалай сонда? О жақта су жоқ еді ғой дейді. Түнде Эмбер өзінің қабілеттерін қолданып, екеуі аспанға ұшады. Олар каналға қонып, сол жерде су тасқыны басталады. Жұп құм толтырылған мүшіктермен тесікті бітейді әйтеуір. Уэйд Эмберді кездесуге шақырады. Келесі күні олар бірге қыдырып суретке түседі. Сурет анық емес, Эмбер вспышка болып тұр. Сосын жұп киноға барады. Күндер өтіп, олар кездесулерін жалғастыруда. Бірақ Эмбер жақын болудан қорқады, зияным тиіп кете ма деп. Біраз уақыт өткенде бітелген жерлер қайтадан жарылып су ағады. Сол сәтте дүкенге жеткізуші қызға вазалар алып келеді. Вазалардың бірінде Уэйд бар екенін біліп, Эмбер оларды қоймаға апарады. Уэйд мүшектер енді суды ұстап тұра алмайтынын мәлімдейді. Кенет Берни шығып, су баланы көріп жынданып, мынау кім дейді. Эмбер бұл тамақтың сапасын тексеретін инспектор деп жауап береді. Содан әкесі оны тексеруді шешіп, ыстық свежий от кекстерді береді. Уэйд амалдың жоғынан жейді. Содан қыздың әкесі оны қуып шығады. Сол күні жұп мүшектерге құм толтыру үшін жағажайға барады. Бір кезде демалып отқанда Уэйд қыздың құмды әйнекке айналдырып жібергенін байқап қалады. Сосын қыз құмға толы мүшектерді әйнекке айналдырады. Эмбер балаға ғашық бола бастағанын сезеді. Кейінірек Берни, жарайсың қызым, сабырлы болып қалыпсың дейді. Эмбер бұның себебі Уэйд екенін біледі және онымен кездесуге аттанады. Синдер махаббаттың иісін сезіп, қыздың артынан жүріп, қыздың бір үйге кіргенін көреді. Уэйд, жүр отбасымен таныстырам, кешкі ас ішеміз дейді. Әңгімеден әңгіме боп, қыз Уэйдтің губкалардан қорқатын біледі. Уэйдтің бір әшкесі вазаны сындырып алады. Эмбер қабілетімен оны әдемі вазаға айналдырып, бәрін таңғалдырады. Кешкі астан кейін бүкіл отбасы кім бірінші жылайды, сол ұтылады деген ойын ойнайды. Эмбер мен Уэйдтің кезегі келгенде қыз өмірінде ешқашан жыламағанын айтып өзінше болады. Сосын бала оның жанында болғысы келетін айтқанда, қыз олар қарама-қарсы элементтер болғандықтан ешқашан бірге бола алмайтынын түсініп, оның көзінен жас ағады. Кенеттен Уэйдқа Гейл звондап, екеуінің жұмыстары үшін мақтайды. Эмбер кетейін деп атқанда, Уэйдтің анасы қызға құрбысының компаниясында жұмыс ұсынады. Қыз жоқ, әкем рұқсат дейді. Эмбер мотоциклге отырып, Уэйд оны шығарып салуды шешеді. Үйде қыздың анасы олардың бір-біріне деген үйлесімділігін тексеруді шешіп, таяқшаларды жандырыңдар дейді. Қыз жандырады, бірақ Уэйд от емес қой.
Алайда бала шәрт етіп, Эмбердің сәулесінің көмегімен таяқшаны жандырып, болашақ енесін таңғалдырады. Сонда Берни келатқанын естіп, Уэйд бияқтан зытады. Әкетай 2 аптадан кейін пенсияға шығатынын айтып, қыздың аты жазылған маңдайша жазуды көрсетеді. Берни от ауылынан кететін кезде әкесі оған батасын бермеген. Әке бұл оның қызына деген батасы екенін түсіндіреді. Келесі күні Эмбер Уэйдтің үйіне кеп, бала оған арнап сюрприз жасап қойған айтады. Гейл ауа үрлеп, Эмберға шарик жасап, жұп су астына сүңгиді. Бірнеше минуттан кейін ауа бітіп, шарик жарылып, Уэйд от қызды өшірмей алып шығады әйтеуір. Эмбер қуанып кеткен. Жұп бір-біріне қолдарын еш зиянсыз тигізе алатынын біліп таңғалады. Сосын екеуі құшақтасады. Бір кезде қыз әкесін ойлап, дүкенге қайтуым керек дейді. Бала қызға әкесіне шындықты айтуды ұсынады. Бірақ қыз бас тартып, қарым-қатынасты тоқтатады. Дүкеннің екінші рет Эмбер атауымен ашылу салтанаты болып жатқанда, Уэйд кеп бәрінің көзінше сезімін білдіреді. Және аңдаусызда құбырдың жарылуына себепші Эмбер болған айтып қояды. Сендер бұл жұптың болашағы бар деп тіл қатады. Уэйдтің стукаш екенін білген Эмбер жоқ дейді. Берни жынданып, пенсияға кетпейтін хабарлайды. Эмбер жалғыз қалуды шешеді. Ол Уэйд туралы ойлауын тоқтата алмай жылап жібергеннен қатырған әйнектері жарылады. Осы сәтте Уэйд вокзалда бұжақтан алысқа кетейін деп жатыр. Алайда Эмберге қауіп төнуі мүмкін екенін түсініп, оған көмектесуге асығады. Басқа жақта қыз әке-шешесіне су тасқыны туралы ескертуге тырысады. Бірақ ата-анасы оны естімейді. Алайда бақытымызға орай олар аман қалады. Эмбер дүкенге барып, ондағы көк отты сақтап қалғысы келеді. Бір кезде Уэйд кеп оған көмектеседі. Алайда дүкенге су кіреді. Эмбер көк отты Уэйд сақтап қалғанын біліп, уф дейді. Жұп ғимараттан шыға алмай кептеліп қалады. Бірнеше сағат өткен соң Берни мен Синдер қызын табады. Қыз Уэйд мені құтқарам деп өзін құрбан етті деп, әкесіне шындықты дүкенде жұмыс істегісі келмейтінін айтады. Уэйд потолоктан тамшылап, оның тірі екені анықталады. Эмбер мен Уэйд сүйіседі. Бірнеше ай өткен соң Бернидің дүкені жұмыс істеп тұр. Жас жұп болса, отбасылармен қоштасып жолға аттанады. Эмбер болашақ енесі бағана айтқан құрбысының компаниясына орналасып алды. Қыз әкесінен бата сұрап, әкесі Эмберге батасын береді. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.